12-ші сабақ сандар тізбегі. 141-ші есеп. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі үш мүшесін жазыңдар. Бірінші, 7, 9, 11, 13, 15. Яғни бізде тақ сандар тізбесі берілген, және әрбір келесі мүшеге 2 сан қосылған. Сонда 15-ге 2-ні қоссақ, келесі сан 17, 19 және 21. Екінші, 3, 6, 12, 24, 48. Яғни бірінші мүшені 2-ге көбейтіп отырған. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12, 12-ні 24-ге көбейтсек 2-ге көбейтсек 24, 24-ті 2-ге көбейтсек 48. Енді 48-ді 2-ге көбейтсек 96-ға тең. 96-ны 2-ге көбейтсек 192-ге тең. 192-ні 2-ге көбейтсек 384 шығады. Келесі 542, 532, 522, 512, яғни 10-ға азайтылып тұр. Демек, келесі мүше 502, 492 және 482 сандары болады. 142-ші есеп сандар тізбегінің алдыңғы 4 мүшесін жазыңдар. Яғни, сандар тізбегіне 5 сан қосылып тұр. Демек, 26-дан алдыңғы тізбек, ол үшін 26-дан 5 азайтайық, сонда 21-ге тең. 21-ден 5 азайтсақ 16, 16-дан 5 азайтсақ 11, 11-ден 5 азайтсақ 6-ға тең. Келесі 32, 64, 28, 128, 256, яғни сандар 2-ге көбейтіліп тұр. Демек, біз алдыңғы мүшесін табу үшін оларды 2-ге бөлеміз. Сонда 32-ні 2-ге бөлсек 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2-ге тең. 143-ші есеп сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, оның n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар. Яғни, бізде 1, 4, 9, 16, 25 сандар тізбегінің квадраттары берілген. Демек, келесі мүше бізде 6-ның квадраты 36, 7-ның квадраты 49. Ал n мүшесінің формуласын табу үшін n көбейтілген n десек жеткілікті, немесе n квадрат. Келесі 0, 3, 8, 15, 24. Яғни алдыңғы мүшеге 3 қосылған, 5, 7, 9, демек келесі 11 қосылады, сонда 35-ге тең. 13 қосылса, демек 48-ге тең. Сонда xn-нің формуласын жазу үшін, яғни n квадраттан 1-ді азайту десек жеткілікті. Келесі 144-ші есеп 1, 3, 9, 27, 81 сандар тізбегінің құрастыру ережесін ойлап тауып, оның келесі үш мүшесін жазыңдар. Яғни бізде сандардың кубы берілген. 1-дің кубы, одан кейін 3, 9, 27, 81. Келесі сонда 3-дің 0 дәрежесі 1, 3-дің 1 дәрежесі 3, 3-дің 2 дәрежесі 9, 3-дің 3 дәрежесі 27, 3-дің 4 дәрежесі 81, келесі 3-дің 5 дәрежесі, демек 243-ге тең. Келесі 3-дің 6 дәрежесі 729. 243, 729. 145-ші есеп n тең 4-ден азайту 3 формуласымен берілген сандар тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жазып, кестені толтырыңдар. Яғни A1-ді табу үшін n-дің орнына 1-ді қоямыз. Сонда 4-тен 3-ті азайтсақ 1-ге тең. Келесі A2-ні табу үшін 4-ті 2-ге көбейтіп 3-тен азайтамыз, 8-ден 3-ті азайтсақ 5-ге тең. Келесі A3-ті табу үшін 4-ті 3-ге көбейтіп 3-тен азайтамыз, сонда 12-ден 3-ті азайтайық 9-ға тең. Келесі A4, яғни 4-ті 4-ге көбейтіп 3-тен азайтайық, сонда 13-ге тең. Келесі A5, 4-ті 5-ге көбейтіп 3-тен азайтамыз, сонда
20-дан 3-ті азайтсақ 17-ге тең. Келесі 146-шы есеп. Сырт пішіндері бірдей 8 сақинаның біреуі өзгелерінен жеңіл. Кір тастары жоқ табақшалы таразымен кем дегенде неше рет өлшеп, жеңіл сақинаны табуға болады. Алдымен 8 сақинаның жартысын тауып алу қажет, яғни 4-4-тен. Келесі 4 сақинаның жартысын тапсақ, яғни 2 бөлікке бөліп қойсақ, онда 2-2-ден. Келесі 2 сақинаны 2-ге бөлсек, 1-1-ден, сонда 3 рет. Бірінші, екінші және үшінші өлшеу. Демек, 3 рет өлшеп, қай сақинаның жеңіл екенін анықтауға болады. Келесі 147-ші есеп. Берілген сандар тізбегінің алдыңғы 3 мүшесін және соңғы 3 мүшесін жазыңдар. Яғни 45, 55, 65, 75. Демек, 10 қосылып тұр. Сонда 15, 25, 35, келесі 45, 55, 65, 75, кейінгі мүшелері. Соңғы мүшелер 85, 95 және 105. Келесі 925, 900, 875, 850. Демек, 1000, 975, 950, 925, 900, 875, 850, соңғы үш мүшесін жазайық. 825, 800 және 775-ге тең. 148-ші есеп. Сандар тізбегінің n-ші мүшесінің формуласы берілген. Осы сандар тізбегінің алдыңғы 6 мүшесін жазып, кестені толтырыңдар. Яғни x1, x2, x3, x4, x5 және x6 болсын. Бірінші x1-ді табайық. Ол үшін n-нің орнына 1-ді қойсақ, сонда 2-ні 1-ге көбейтсек 2, оған 1-ді қоссақ 3, 3-ті 3-ге көбейтсек 9-ға тең. Келесі, x2-ні табу үшін 2-ні 2-ге көбейтеміз, оған 1-ді қосып 3-ге көбейтсек. Сонда жақшаның ішінде 5, 5-ті 3-ге көбейтсек 15. Келесі, үшінші, 2-ні 3-ге көбейтіп, оған 1-ді қосып 3-ге көбейтсек, сонда жақшаның ішінде 7 көбейтілген 3. 21-ге тең. Келесі x4-ші мүшесі. 2-ні 4-ге көбейтіп, оған 1-ді қосып 3-ге көбейтсек, сонда 9 көбейтілген 3. 27-ге тең. Келесі x5-ші мүше. 2 көбейтілген 5 қосу 1 көбейту 3. 11-ді 3-ге көбейтсек, 33-ге тең. x6-ші мүше. 2-ні 6-ға көбейтіп, 1-ді қосып 3-ге көбейтсек, 13-ті 3-ге көбейтеміз, 39-ға тең. Келесі 149-ші есеп. Сандар тізбегінің келесі 3 мүшесін жазыңдар. Бірінші мүшесі 4, екінші мүшесі 7-ге тең, келесі мүшесі алдыңғы мүшесінің қосындысына тең. Сонда 4-ге 7-ні қоссақ 11, келесі 7-ге 11-ді қоссақ 18, 11-ге 18-ді қоссақ 29. Екінші, бірінші мүшесі 2-ге тең, екінші мүшесі 3-ге тең. Әрбір келесі мүшесі алдыңғы 2 мүшесінің көбейтіндісіне тең. Сонда 2-ге 3-ті көбейтсек 6, 3-ге 6-ны көбейтсек 18, 6-ны 18-ге көбейтсек 108-ге тең. 150-ші есеп. Тиісті сандарды тауып, сиқырлы квадратты толтырыңдар. Сиқырлы квадраттың тор көздеріндегі сандардың баған бойынша, қатар бойынша, қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінді бойынша қосындылары өзара тең болады. Сиқырлы квадраттың тор көздерінде бірдей сандар қайталанбауы керек. Бірінші тор көзді алайық және 3 бөлікке бөлейік. 8, 10, 12. Яғни қосындысын тапсақ 30-ға тең. Демек, 16 болса, келесі осы қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінді 4-ге тең. Келесі 8-ге 4-ті қоссақ 12, 30-дан 12-ні азайтсақ 18-ге тең. 18-ге 10-ды қоссақ 28, 30-дан 28 азайтсақ 2. 4-ге 12-ні қоссақ 16,
30-дан 16-ны азайтсақ 14, 10-ға 14-ті қоссақ 24, 30-дан азайтсақ 6-ға тең. Яғни барлығының қосындысы 30-ға тең болады. Келесі екінші сиқырлы квадрат. Он бір, 15 және 17. Яғни бірінші бағанды қосып шығайық. Сонда 26-ға тең болады. Демек барлығының қосындысы 26 болу керек. 17-ге 1-ді қоссақ 18, 26-дан 18 азайтсақ 8. Келесі 11-ге 8-ді қоссақ 19, 26-дан 19 азайтсақ 7. 7-ге 17-ні қоссақ 24, 26-дан азайтсақ 2. Келесі 7-ге 15-ді қоссақ 22, 26-дан 22-ні азайтсақ 4. 4-ге 8-ді қоссақ 12. Ал 26-дан 12-ні азайтсақ 14-ке тең. Бізде қосынды 26 емес, 27 болу қажет. Сонда 17-ге 1-ді қоссақ 18, 27-тен 18 азайтсақ 9-ға тең. Келесі 9-ға 15-ді қоссақ 24. Демек 3-ке тең болу керек. 3-ке 17-ні қоссақ 20, 7-ге тең. 7-ге 15-ді қоссақ 22, 5-ке тең. 5-ке 9-ды қоссақ 14. Демек 13-ке тең. Үшінші сиқырлы квадрат. Бір, 22, 7, 10. Енді 22-ге 7-ні және 10-ды қоссақ 39-ға тең. Сонда 22-ге 1-ді қоссақ 23, 16 болу керек. Келесі 16-ға 10-ды қоссақ 26, 13-ке тең. 22-ге 13-ті қоссақ 35, 4-ке тең. 16-ға 4-ті қоссақ 20, 19-ға тең. 1-ге 13-ті қоссақ 14. Демек 25-ке тең. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.